Баршаңызға сәлем. Бүгін өзімнің ішек-қарын тазалау әдісімен бөлісетін боламын. Ішек-қарынды осылай тап-таза етіп тазалауды және ішектерді тазалап өруді көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін болыңыздар. Ұнап жатса комментарий жазып және де лайк басыңыздар. Алдымен ішектерді тазалап жуып аламыз. Енді осы сырты тазалап жуылған ішектің ішкі бетінде тазалап жууымыз қажет. Ол үшін алдымен ішектерді осылай таяқша болсын өзіңізге ыңғайлы затпен теріс бетіне қаратып аударып шығатын боламыз ішектердің барлығын. Ішектердің барлығын осылай теріс бетіне қаратып аударып шығамыз. Осылай қолымызбен жылжытып отырып аударып шығамыз. Міне ішектердің барлығын аударып жатырмын. Міне ішектердің барлығын аударып болдым. Енді осы ішектерді жақсылап тазалап жуып алатын боламыз. Ішіндегі таза емес шырыштарынан тап-таза етіп тазалап аламыз. Және де 5-6 мәрте жуамыз. Иісі де кету қажет. Осылай жуасыздар, қолыңызбен ысқылап тұрып. Таза сумен қайта-қайта тазалап жуып тұрамыз. Тап-таза етіп аламыз. Және де осы тазалап алған ішектерімізді әдемі етіп, шашты көргендей етіп өріп шығатын боламыз. Міне барлық ішекті тап-таза етіп тазалап алдық. Екі ішекті қатар алып, енді қолымызбен осылай айналдыра отырып, ішінен қолымызбен алып, сыртына шығарып, осылай өріп отырамыз. Өру өте оңай. Міне осылай барлық ішектің соңына дейін өріп шығамыз. Қолымызға ішекті дөңгелетіп орап алып, ортасынан шығара беретін боламыз. Міне ішекті өріп алдық. Ең соңғы ішекті өріп жатырмын. Және де өріп болған ішекті тағы да тап-таза етіп жуып аламыз. Қолымызбен осылай сықылай отырып, тазалап тағы да жуып аламыз. Еш жерінде кілегейі, кірі болмай, тап-таза болып жуылу қажет. Міне ішегімізді тап-таза етіп жуып алдық. Енді келесі кезекте қарынды бірлеп тазалайтын боламыз. Мен қарынды кішкене ғана ішіне әкті салып,
әкпен тазалап алатын боламын. Мен үшін осылай тазалай салу өте оңай. Әкті ішіне салып, кішкене суды құйып, қолымызбен жібітіп, қарынның барлық жеріне әкті тигізіп, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Міне 5-10 минут уақытымыз өтті. Енді ішекті осылай, қарынды осылай қолымызбен ысқылай отырып тазалап алып шығамыз. Сыртындағысы іріп, өте оңай түседі. Енді әкпен тазалаған зиян ғой деп жатуы мүмкін. Құдай сақтасын. Жақсылап таза сумен тап-таза етіп жуатын болсақ, ештеңе де етпейді. Міне қолымызбен ысқылап тазалап аламыз. Қалыңдау жерлерін осылай пышақпен түсіріп аламыз. Қарынды да қайта-қайта сумен жуып тазалап отырамыз. Суын төгіп, суын жаңартып отырамыз. Міне еш қиындықсыз, өте оңай тазаланып жатыр сырты. Мен бұл жерде 2 қойдың ішек қарнын тазалап отырмын. Екінші қойдың қарны. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, пышақтың ұшы тисе, сырты сылынып түсіп жатыр, өте оңай. Еш қиындықсыз тазалап аламыз осылай. Далада суға тап-таза етіп жуып алып келдім. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бір жерінде дағы жоқ. Сыртында қабығының бәрі түскен, тап-таза әппақ болып тұр. Енді осыны қайнатамыз, қазанға құйып. Міне қазанға суды құйып жатырмын. Осыны қайнатып, енді келесі видеода әсіп жасау жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.